сәлемді беру сауап, алу парыз деген. Сондықтан баршаңызға жақсылап амандасайық. Патуалы сөздің парқын білген, болар істің артын білген, жүздері жарқын келген, Алласын айтып, асын ішіп, иманын айтып, иландырған, бүгінгі дүбірлетіп, той қылып, әуелетіп, ән сатылған әулеттің төріне келген ағайын баршаңызға ассалаумағалейкум деп бір қояйық, уағалейкумассалам деп сәлем алсаңыздар. Бір қошемет қойайық, қанекей! Бүгін көптен көрмеген ағайынды көрістіріп, қуанышын бөлістіріп, дүбірлетіп, той қылып, әуелетіп, ән салдырып жатқан, бір балам екеу болды деп, шаңырағым шаттыққа толды деп жатқан, қашанда арта берсін дәулетіңде, келесі болсын сәнді сәулетіңде. Ағайын бір дұрыста қол соғайық, бүгін тілеу, сайын қожендер әулетінде де, бүгін әулеттің тойын қуаныстағайық. Бүгін қадірлі ағайындар дүбірлетіп той қылған, тойдың иесі Темірбай көкеміз бен Әминадай апайымыздың шаңырағында дүбірлеген ұлы той. Сондықтан Абай атамыз айтпақшы, әдептен озбай, уақытты созбай, әуелі тойдың төріне кімді шақырамыз, қанекей? Бірінші бәрекелді бай болса, қадірменді ағайын, тойдың төріне әуелі үлкен құрметпен, сіздердің құрметтеріңізбен ортаға Ақжол ұлдарыңызды ортаға шақырғым келіп тұр. Қанекей, қошемет қойылмай. Ақжолда қошемет қайда? Ақжол мен жігіт жолдас қайда? Қошемет қайда? Шапалақ қайда? Осы құрмет, қошемет, Ақжол бауырым, барлығы сенің құрметің үшін. Себебі қадірлі ағайын, ақ келінді әкеліп жатқан әуелі Алла, содан кейін осы бала, солай ма? Сондықтан бүгін Ақжол жанның отау құрған дүбірлі тойы. Ендеше бауырым, көтергелі жатқан шаңырағың құтты болсын. Жалпы үйленген қалай екен өзі? Жақсы. Қошеметпен қояқшы дұрыстап, Ақжолға жақсылап қошеметпен қояқшы. Мына жерде тұрған Ақжол папалары күліп тұр енді. Басында осылай жақсы болады ше. Сосын бір 4-5 жыл өткеннен кейін, ай Ақжол қалайсың десе, қайда той дейді. Сондықтан бір 10-20 жыл өткеннен кейін келін екеуі бірін-бірі көрмесе тұра алмайтындай жақсы бір күнге жеткісін деген ағайын. Тағы да Ақжол бауырымызға, інімізге қошемет болсын. Қазақ айтады, келіннің аяғы мен қойшының таяғы мен құттар дейді ағайындар. Сондықтан бүгінгі орталарыңызға иіліп түскелі жатқан мынау тілеулер, оның ішінде сайын қожендер әулетінің табалдырған оң аяғымен аттап ортаға иіліп түскелі жатқан айдай сұлу келіндеріңіз, қадірлі ағайындар, Гүлжаз келіндеріңізді қазір той төріне ортаға шақырғымыз келіп тұр. Олай болса, үлкен құрметпен тойдың төріне осы ақ келінді той төріне әкелетін Керімай тобымен ортаға қарсылайық ағайын. Қошеметтеріңіз болсын, қанекей! Өмірге ылайық, отты жағып жар-жар, келеден екі жас, тоқты жарым жар-жар. Өмірге ылайық, отты жағып жар-жар, келеден екі жас, тоқты жарым жар-жар. Мен ауылдан жасамында жар-жар, жас елімді көруге асығында жар-жар. Мен ауылдан жасамында жар-жар, жас елімді көруге асығында жар-жар. Шашу қайда? Шашу қайда? Қошемет қайда? Қорама қайда?
ортаға қарай келе қойды. Қамшы ұстап тұрған азамат аты кім бұл жігіттің? Нұрасыл. Алай Нұрасыл, үлкен жігіт бол. Қазір мен бір сәлемден қорықпан, ақ жолдың үстіне тұра бер. Екеуміз мына сенің жеңгең әулетке түсіп жатқан келіннің бетін ашамыз. Қазір бір сәлем деген уақытта қамшықты былай бірлеп жоғары көтеріп қойсын, жарай ма? Бір емес бірнеше сәлем болады, бірақ қаттырақ тартам деп мына келіннің бетіндегі орамалды менен бұрын ашып ұстап жүрме? Естіп пе? Ал енді қағыда ағайындар той құтты болсын, халқым бар, менің халқым бар, үлкенді кіші жалқым бар, жалғасын тапқан ертеден беташар деген салтым бар дейді. Сондықтан беташарды бастайық. Енді бір тойда үлкендер келіннің беті күншығысқа қарау керек дейді. Бір тойда үлкендер айтады, келіннің беті құбылаға қарау керек дейді. Бір тойда айтады, келін халыққа қарау керек дейді. Осы тұрғанымыз дұрыс па? Алдарыңыздан өтіп алайық. Қазір артынан айтып жүрмеңіздер. Осылай дұрыс па үлкендер, әжелеп? Ал, бәрекелді, олай болса беташарды бастайық, қадірлағайындар. Аяғымен табалдырған аттап ортаға келіп жатқан ақ келіннің қадамы құтты болсын. Осы келіннің бісміллә деп аттаған аяғымен бүгінгі той қылып жатқан осы тілеулер Сайын Қожендер әулетіне жақсылық, тоқшылық, береке, молшылық ала келген ізі жолы құтты келін болсын дегендер қадірменді ағайын тағы да құрметтеп, қошеметтеп ізі жолы құтты келін болсын. Al gelin can kararım, o kutlu olsun kalam, kulağım bu
қалма орныңда, тұрып талғарып есік аш, еріктеп шықпа соңына, бұрын бұлай ойламай, сабырлау етіп шыдамын, қолайы қосқан еріңе. Ей, ақжолдан артық адам жоқ, қосылыпсың теңіңе, қорғаның ерің айыбының, қарасам ата тегіне, қонақта келсе үйіңе, қағыптау көрпе салып бір, отыратындау келіне, бір нәрсеге барғанда, көпке шекпе кіріп, ұярасы болғыда, шықпады, қақтыдау жүрмек жүгіріп, айнала тұрған сыршылымыз, жаман ақын бір шықса, кетеді елің көңілімі, бір қиын өз дүниеда, пәленше белім солмайды, сыртыңнан әркім күлмесін, жұмыс қылсаң жылдан бұл, шұғылан келін ақылда, ақылдап айтқан ақыл бар, сен осы үйдің пендесі, сен осы үйдің пендесі, қосылған еді ме қатарға, Дәулет сабыр қылып таусылған шығар төзімің, естіртіп айтам атыңды, бүгінгі тойда аянба, дайындап айтар затыңды, жомарттау болып атанбас, көрсетіп көк шашқанын, ақ келін сен ау көрмекке, ақ бағасын бермекке, үлкен кіші келіп тұр, келін жан енді қарадым, шаршымасын аяғым, анау атам дегенде, мынау әжең дегенде, мынау ағам дегенде, мынау апам дегенде, иіліп сәлем берер, иіліп сәлем берер, ой, келін жан ендің оу, қарағым оу, дейтін бір бар ма таңда? Емес, келін болудың өзінің ережесі бар, оның ережесі ұстағы өте қалыпты. Соны сақтау керек, сол үшін мен айтқан сөз емес, аталар ақындар жыраулар айтқан сөздер бір ауыз сөзді келтірдік. Ал енді ары қарай бүгінгі тойға келген ағайынды келінге жақсылап таныстыратын боламыз. Қазақ өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Сондықтан бүгінгі беташардың ең алғашқы арнауын осы дүниеде марқұм болып, осы күнді аңсап жете алмай кеткен, көрсем деп армандап кеткен жақсылар мен жайсаңдар бар. Біз көрмесек ұрпағымыз көрсін деп кеткен бабалар бар. Солардың рухынан тағзым етуден бастайық. Солай ма әже? Ал той құтты болсын. Көп болды қыр басында түнеп жатыр, қаншама айтылмаған тілек жатыр. Қос балам аман болсын деп бақытты сендердің тілегіңді тілеп жатыр. Ажалдан хабар келсе қақтан шығар, уайымы көңілдегі аулақтан шығар. Ақжолжан екеу болып жатыр десіп, бір аулақ әруақтар алып жатқан шығар. Дұға оқытып жүреміз дәм татқанда, желеп жүрсін деп әруақтарға. Келінжан бір жақсылап алып тағзым етші, кешегі өткен қауым аруақтарға. Осы әулеттен өткен өлі әруақтар Сайын Қожа атасы Әнуарбек, Меңдібай, Тыныштық, Сағидолла, Зейнеп және Жәниядай және есімдер аталмаған өлі әруақтарға бір жақсылап келінжан иіліп тағзым етіп қоя ғой. Жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа, арты той болсын деп қоя қадырбайын. Шежіре таусылмайтын ар жүргендерім, өмірге өзгерместей бір келгенім. Келінжан енді өзіңе табыстырам қауымның ата әже өткендерім. Жазылған пешенеге татардамын, әрдейді әркім көтер атартамын. Келінжан бір жақсылап сәлем қылшы, берсінші бұл әжелер баталарым. Пейілі көсілгенге далалардай, көтеріп қиындықтау қаранардай. Келінжан бір жақсылап сәлем салшы, асыл жоқ ұштап деген ұштаптайын аналардай. Қадірменді ағайын, үлкен құрмет қошеметпен осы жерде отырған үлкен әжеміз бар, үлкен анамыз бар, ақ жаулықты ортада ұштаптай
анамызға бір жақсылап қошемет етейік, той төріне шақырайық. Ұштап анамызға арнайылап бір сәлем. Бөлшектеп тықпаған екенсіз бәрін. 500-ін 2-ңін аяқтап бәрекелді. Тойдың соңына дейін бересіз. Отырғалық бергене сол айтпай бір кетсем жөн емес. Кешіріңдер көпшілік сөзімнің болса қатасы, сатулы болып жүрмесін. Келінге берген бағаңыз бір адам екеу болды деп, шаңырағымда толды деп, дүбірлетіп той болған осы тойдың иесі, келіннің байын атасы, қабыл болған батасы, арнайы келін сәлем қыл, бір қошемет соғайық ол Темірбайдай, ата сабай, атасын бөлек шақырғанда енесі режим қылып, енді әкелін айтпақ деп қабылдағайын. Шаруашаттық күйгенесің, екеуің бүгін міне отырдыңдар. Отбасы деген алып күймегешін, ағайын мен туысты сыйлай білсең, келін жан қайнатамнан сый көресің. Көбейтіп тілеулердің ұрпақтарын, үйіңде шылдыр үшіме үймелесің. Болғандан маған ұстаз саған ене, енеңнен көп нәрсені үйренесің. Келін жан бір жақсылап сәлем салшы, той көліне апайымыз биіп келсін. Бәрекелді, қошемет болсын. Той иесі ортамызда Темірбай және Әбид ағай, ағамыз бен апамызға арнайылап мың сәлем деп жатырмыз. ағайындар, қошеметіміз дайынбай. Келін келді дегенше, өмір келді десеңші, жоғалғаны қарттардың түгел келді десеңші, келін келді дегенше, бата қонды десеңші, бүгін келген құдаға жата қонды десеңші, кешегі қыз бен жігіттей болған бүгінгі тойдың иелері қадірлағайын. Бүгін бірі ата, бірі ене болды десеңші деп жатыр қадірлағайын. Алғашқы көрердің қызықтары, келіндері қадірлағайындар, бәрекелді, ибалы, инабатты келін болсын ағайындар. Ал енді әрі қарай топтап айтамыз қадірменді ағайындар. Біз ешкімге қосылмай келдік, боқтап кетпеңіздер, сонымен нағашылар дайындалып тұрайық. Қолымда азын аулақ қалжыңдарда, қадірі қазағымның арзандарына, ойнасаң қалжыңдасаң көретін жандарына жетеді ұғым нағашыда. Жемістің дәмділігі ағашынан, жігітінің жақсылығы нағашыдан. Ақылымбат болмай ма жағасынан, қызғылықты болмай ма анасынан, тұлпар жүйрік болмай ма қағасынан, өзен таза болмай ма қағасынан. Келін жан бір жақсылау сәлем салшы, билеп шықсын ортаға нағашылар. Ортада нағашылар қауымы үлкен құрметпен Құлбай Зейнегүл бастаған Жәмила, Дәуренбек, Өсила, Раман, Құлтай, Клара, Нұржыма, Задагүл, Алтынай, Сәкүн, Мейрамгүл, Қуантай, Сәуле, Әсия, Тұрар, ағайын бір қошеметін ұрар, Сәния, Жәмила апа, Еркін, Гүлсөзім, Айбек, Қызғалдақ, Ерсайын, Ержан, Зарина, осындай нағашылар қайда арнайылап мың теңге деп нағашы жазылған екен, жетеуі шықты алынағайындар.
отырса әнін ұнамай сулаушы едім сөзімді соңғытып қаққан сынамай отырсыңдар ма сендерде шешір алып шыдамай кездерім келді ал енді бұл әулетте қыз беріп бұл әулетте қыз алған құдалар менен құдағай арнайы келін сәлем қыл той төрінде осындай құдалар мен құдағай ортада әулетіміздің сыйлас құда жекжаты меңдіғали дәмелі ақниет түймегүл сайдау әмірхан алтынай айбатыр айнагүл гүлнұр мұратбек гүлназ айбек атты ортаға әулеттің құда-құдағиларын шақырайық арнайылап арнайылап ақ келін бір сәлем салшы той төріне шақырам ұжымымда билет келіңдер көрімдік беріңдер коллективке ағайын қошемет беріңдер билет келіңдер көрімдік беріңдер коллективке ағайын қошемет беріңдер ортада қадірлі ағайындар қадірлі ұжым нөмірі 36-шы мектеп директоры Әбида апайымыздың ұжымы Ардан ағай бастаған ұжымдастар бір қошеметпен той төріне шақырайық қанекей нөмірі 36-шы мектеп ұжымына арнайылап бір сәлем сіздің коллектив бар екен Ақжолдың коллективі арнайылап бір сәлем ары қарай Темірбай ағамыздың ұжымдастары Шығыс мұнай компаниясы бір қошеметпен ортаға шақырайық қайдасыздар қанекей арнайылап бір сәлем Шығыс мұнай компаниясы сондай-ақ Айсан той ұйымдастыру орталығының директоры үлкен құрметпен азамат бастаған ұжым азамат Алтынбек Айдын Мұрат деген азаматтарды бір қошеметпен ортаға шақырайық ол Ақжолдың екінші коллективі бір қошеметпен қабылдамайық рахмет біздер мына жақтамыз біздер очный команданың атынан ұжымның атынан Ақжол Ақжолда алады ғой басымен келмей қалып тұр ғой біз байқамай қалып тұрық қой бәрекелді рахмет Ақжол өз шақырып жатқаныңа рахмет бір қол соғып қоя болады точно жақтырам недовольныйына бірге өткізген жалындаған жас шағым қалай қазақ күнді өткізген қайдасыңдар достарым достар тұрсын қайду дос еді ғой жаным
etsin dostlarım. Al kelince kolda barda altındı bağladın, alыс belen жақын дос аралағын. Қысылсаң бұл өмірдің қиынында, алдыңда ақыл айтар паналарың. Ата-ана ұл мен қыздың сыншысы ғой, ойымды мен осылай сараладым. Келінжан бір жақсылап сәлем салшы, тойға келді папалар мен мамаларың. Ортада той иелерінің құрдастары, Темірбай ағамыз бен Набила апайымыздың құрдастары, 61-лер, Сағынтай ағамыз, Хамида жеңгеміз бастаған Аман, Бану, Күләш, Жамал, Орынша, Лиза, Написа, бәрекелді, және Аңжолдың кіндік әкесі мен шешесі Жалғас пен Айшаға арнайлап бір сәлем бәрекелді той түріне шақырайық. Қиналып қысылғанда бауырларын қолдағы барменен қарасады. Келгенде шаруаға жегіледі, батысқа бауыр еді сөгіледі. Қашанда жас келінге ақыл айтқан апалар мен жезделер кезек келді көрінеді. Анау тұрған қайнаға жарар пайдаға, қане қайда абысың, гүліңе растың жармысың, екеуің ау тек айттың, абысыңдарың бармысың. Жыр-жырлатқан жыршыға, жыршының сөзін мақұлға, арнайы келін сәлем қол. Той көрінен неге ау қайнаған мен оу, абысының Ортада қайнаға абысындар, қайнапа жезделер, сондай-ақ інілер, қарындастар, Шапағат, Раиса, Аманбай, Гүлзира, Амантай, Жанар, Ләйла, Лаура, Тайман, Күнсұлу, Айгерім, Бауыржан, Лариса, Нұркен, Дилназ, Гүлжан, Аманжол, Аяжан, Махаббат, Исатай, Нұрасыл атты бауырларға арнайлап мың сәлем деп жатырмыз. Мұндай жақса киенмен іздесе қайдан табылар, топырлаған бөлемін, топырлаған жиенмін, сәлемін келін қабыл ал. Қане қайда бөлелім, қане қайда жиендір, аттарыңда атаймын ей той төріне оу, келелер Ортада жиен бөлелі, Бағдат, Ақтолқын бастаған, Жанар, Сағадат, Нұрдана, Ажар бастаған жиен бөлелерді бір-біріне бөлмей, бір жиып арнайлар сәлем салайық той көріне. Егізбі, апалы сіңілімі, ана үлкені бергісі келіп тұр, кішкеншай бергісі келмей тұр. Ой, бәрекелді. Біреу финансист болайын деп тұр, біреу халық болайын деп тұр. Құдай қаласа халық болайын деп. Қошы көтеріңіздер. Алла разы болсын. Keskini basma, kır basma, salmağımı tüsürüp bu koydumu, sizlerge aytar çırmasa, elde boyuna bulsam
жандар боп жүрегіне құрбосқа арнайы келдіңіз сәлем қылып тойға кеткен ортаға класстаспен құрдасқа айдайым 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 айдайым. Ортада Ақжолдың достары, класстастары, группаластары Гүлдана, Азамат, Тұрар, Жеткізген, Жандос, Нұрбол, сондай-ақ қыз жолдас, жігіт жолдас, группалас Нұрсұлтан, үлкен қошеметпен мен доспын деген жандардың барлығын ортаға шақырайық. Арнайылап бір сәлем. Жігіт жолдас, қыз жолдас. Менің қолымдағы біздің қолымыздағы тізім бойынша барлық ағайынды аталық сондықтан ағарамалдың астынан көзін сүзіп қарап тұрған осы жерде қадірменді ағайын Ақкелдің аяғымен белін талдырмайық, уақытты қалдырмайық кейінге. Сондықтан мен ортаға осы беташарда барлығының есімі аталды ма? Қалып қойған ешкім жоқ па апай? Сондықтан ешкім қалмаса мен бір қошеметпен ортаға Ақжол ұлдарыңызды бір ханға лайық, осы ресторанға хан кіріп келеді ғой президент. Соған қалай қошемет соғасыздар, солай бір қошеметпен ортаға сен маған анандай бір көзқараспен қарамашы бөліп. Тағы не істейін деп тұрсың деген сияқты ше. Мен сені ортаға шақырғанда бір сенен бірдеңе алып қалайын деп тұрған ойым жоқ. Менің қолымда, мына жерде тұрған өзіңнің бауырым Айдымұраттың қолында бүгінге 3-4 сағаттық билік бар. Сол билікті әркім пайдаланады. Мен де сол билікті пайдаланғым келіп тұр. Сондықтан мына кейін сәлем сал десең де қалжыңдар анау-мынау шүлік айтып салмайды саған. Сонау ағалары келіншегге сәлем сал деп айтшы, кетші бар дейді. Ойнамашы адам намсылдап дейді. Сондықтан қазір келінді өзің арнап сәлем салғызайын деп жатырмын. Әйелді басынан, баланы жасынан тәрбиелеген, оны мен емес атаң айтқан, мен қасында постоянно жүре бермеймін. Сондықтан неше рет сәлем салсын? 7. Вау! Ал кеттік ал. Бір сәлем. Ақжолдың құрметіне 2 сәлем. 3-ші сәлем. 4-ші сәлем. 5-ші сәлем. 6-ші сәлем. 7-ші сәлем. Ничего страшного, папа мен маманың арасында 8-ші сәлем. 9-ші сәлем. 10-ші сәлем. Айдымұрат, не істеп жатсың? Болды. Тоқтат енді осы жерде. Ана Әмил апай барып құлағына сыбырлап жатыр, қасқабала ертең үйге барасың ғой деп Ақжолға ше. Сондықтан ертеңгі күнді де ойла деп жатқанымызда құтты болсын бауырым. Қосағыңмен қосаға. Үлкендер айтқан ғой, ақ төсекте мына шаштарың ағарғанша бірге қартайыңдар деген, одан артық бата жоқ. Сол үлкендердің берген батасы қабыл болсын. Ал енді қош келіпсің Келінжан ауылыма, сен салтанат әкелдің қауымыңа, ағайын дос-жаранды ардақтайтын ибалы келін болшы қауымыңа. Келінжан бір жақсылап сәлем етші. Жатқан талай батырлар, ақындар, шешендер шыққан тілеулердің ауылына деп жатырмын. Қайда тілеулер? Қызмет қыл Келінжан, атаң менен анаңа, және қызмет қылғайсың абысың мен ағаңа. Уақытың айтып келмейді, уақытыңды бағала, сезіміңді сарала, және сәлем салғайсың ашып жатқан бетіңді. Асанасы бұл тойдың Мейрамбек атты ағаңа, бесплатны 1000 сәлем, қамшыстап тұрған балаға деп жатырмын. Мына Азамат осы жігіт екеуіңізге сәлем болсын. Ана көкен, саған нешінші класс оқисың? Онлайн оқиын деп жатсың ғой бұйырса. Нема? Баяғыда класстас болып отыратын еді, класстаста жоқ, үйде жалғыз өзің оқисың. Бір бұрын оқып жүргенде класста жақсы оқитын қыздар бар ма еді? Біліп тұрған бала біліп тұр.
Болды, ары қарай айтпай ақ қояйық. Ал енді олай болса қазір мына қамшыны ағам апарып бересің, әуелі орамалды осы жерде жақсылап шешіп алайық. Ал енді қадірлі ағайын, қазір мен ортаға мына қамшыны ұстап тұрмын. Үлкен құрметпен осы келіннің бетіне орамал салғалы тұрған әжемізді ортаға тағы да бір қошеметпен шақырайық. Ал құтты болсын әже, жақындаңыз, келіңіз, бір жағынан сіз, бір жағынан мен, жақындай әже, келіңіз, келіңіз. Бәрекелді, құтты болсын, келіндеріңіз ағайын. Sen келін болсаң қинамақты, үлкендерді сыйламақты, әулеттегі қинамақты, көргедерсің сенеміз. Сен дайдайсың ақ үй, қарамайсың ақ үй, жүгіресің ақ үй, шықсағандай енеміз. Рахмет, мына балаға деп атқан ғой, мына сіздің бала әже. Ой, қарамашы, маған қарашы. Мына ақ жол ғой, мына ақ жолды бетінен сүй деп атқаным ғой. Көпсен кәріге елдерін болсын, өзім сүймесек. Ай, бәрекелді, осы жерде менің сөзімді ұйып тыңдап қадірлі ағайындар, қошеметін беріп, аямай, аялап отқан Алла қадірлі апаларға той жұмысты болсын, апа. Осындай той болсын. Мінекей апа, тойыңыз құтты болсын, бәрекелді, осындай той жұмысты болсын. Ал енді, абысындар, қайдасыздар абысындар? Бүгін абысындар келінге ең алғашқы сабақ өткізді. Кіріспе сабақ, ол сабақтың аты иіліп сәлем салу деп аталады, қадірлі ағайын. Егер осы екі абысын ашық сабақты жақсы өткізді десеңіздер, екі абысынға рахмет есебінде бір жақсылап қошемет беріп қойып. Ашық сабақ жақсы өтті ме? Ал Ақжол бауырым, бәрекелді, келіннің жанына келіп тұра ғой. Келіннің жанына келіп тұра ғой. Мынау осы халықтың, елдің ықыласына бөленіп, келіннің иіліп сәлем салғандағы еңбегі, беташардың жиылған қоржыны. Бұл қоржынды қадірлі ағайындар келінге бергім келіп тұр, келінжан. Келінге берейін деп жатыр, апа, осы кісінің еңбегі ғой. Келін сонда инабатты, алмай жатыр, көрдіңіздер ме? Алмай тұр, қошемет беріп қойайық. Келінжан, жаныңда артқа сүйер азаматың, етегінен ұстап, еліңді тастап, еркелігіңді төріңді тастап, Ақжолдай азаматтың етегінен ұстап келдің, қасыңда Ақжол тұр. Ана жерде Асқар таудай айбынды атаң тұр, Темірбай деген. Оның қасында зам директор, сенің кухнядағы непосредственно директорың өмір бойғы. Әбила деген елең тұр, мұнан қайсына берейін? Атасы қайда? Атасы қайда? Балдардың той шашуы, вообще келіндер атаны жақсы көреді, себебі ата деген сондай қамқоршы, ата деген келінге ұрыспай, енесі де ұрыспайды ғой. Ойлап қалмаңыздар. Сондықтан келін де біліп тұр ғой, атасы Алламен шамалы уақыттан кейін бәрі мамасына беріп жібереді. Сондықтан бәрекелді. Ал ортаға сол кісіге берейін бе, бірден мойындап тұр ғой, бірден мойындап тұр. Ал қошемет болсын, мына бұл ақша қолдан қолға кететін нәрсе екен ғой. Осы үйде бір банкир қыз бар дейді. Апасы, сол апасын шақырайық. Рахмет, апасы да қатырады екен, мен алмайын. Беташарды аштыңыз ғой, сіз ала беріңіз дейді маған. Ой, рахмет көкем. Алла разы болсын, неге? Ал, осы бұқалтыр сізсіз. Тек қазақта әрбір сөздің жүйесі бар. Қара жердің,
қарғамау киесі бар. Терлеп тепшіп келіннің бетін аштым. Мына қос шекті қоңыр үнді домбырамның киесі бар. Тек құлағына арам қылып байлап кетсең болды көкем. Ой, тартып алсын. Енді мына жерде қамшы ұстап тұрған бауырым келе ғой, ой ақылды. Мына қамшыны ана Ақжол ағаңа апарып бер. Дүниеге келген ең алғашқы перзент осы бала секілді ер бала болсын деген менің халықтың арамы. Ал олай болса қошемет беріп қояйын. Ал Ақжолға. Рахмет. Ал енді қадірлі тойға келген ағайын, қазір отырғандар болса орнынан тұрып, назарын жастарға бұрып, мынау тойдың төрінде тұрған жастар той төріне қазір жайғасып, содан бұрын келіннің бетін ашқаным, қатарыңа қосқаным дейді. Жандарыңызға тағы да бір тілеулердің осындай бір керемет отауы құрылып Ақжолдай азаматтың бүгін қуанып келген жайымыз бар. Сондықтан мынау екі жас Ақжолға түскелі тұр. Ұзақ сапарға, жұбайлық сапарға аттанғалы тұр. Ендеше осы екі жастың жолына бір ата сұрағым келіп тұр ағайын. Кімнен болсын бата? Жамағат, мен берейін батамды, Алладан болсын шапағат, көпті Құдай береді азға қанағат. Ақжол, Гүлжай, жол берсең қалдан толып бұлың болсын, ғажайып әулиедей бірің болсын. Мейді жыртың болашаға анам болып, дастархан таусын, бастайтаған болсын. Бірлі аталарымыздың әруа қолдасын, кештілер жолдасын, қыдыратта болсын жолдасын. Аумин, батағалы болсын қадірлі ағайындар, хан қарғылы жастар. Барекелді, шашасыз әже. Ал барекелді, дұшпандар есіп қашпасын, сыртымыздан бақпасын. Желкін деген жастарды тіл көзден Құдай сақтасын. Қол ұстасқан екі жас, қадірменді ағайын. Сіздер ұрған қошеметпен той төріне аттасын деп атырым. Ал қарекет, шашу! Ал енді қазір қадірлі ағайындар тойдың төріне сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға қадірлі ағайын бүгін осы той қылып жатқан, келін түсіп қуанып жатқан Сайын Қожендер әулетінің болашақ Алла бұйырса 1000 жылдық құдасы. Бүгінгі тойға келген ағайын баршамыздың қадірлі қонақтарымыз. Осы әулетке Құдайы қосқан құдалар. Қазір жаңа құдаларды той төріне шақыратын уақыт жетті. Олай болса осы мейрамханасының оң жақ қанатында нөмірі 1-ші және 2-ші дастарханға сіздер ұрған қошеметпен ортаға жаңа құдалардың тобын шақырамыз. Кермай бишілер тобы орталарыңызда той құтты болсын ағайын.
Ақтөбе қаласының Керімай бишілер тобы. Қайырлы күн, қадірлі тойға келген той қонақтары, баршаңызды бүгінгі дүбірлі тойдың төрімен қош көрдік. Бүгін той болған қадірменді ағайын Тілеулердің ауылында, Ақтөбе деген таудың бауырында, жамырасып жарасатын, жадырасып тарасатын, балдай тәтті тілектер тыңдалатын, ән тербеген жүректер нұртылатын, көрмегендер қызықтан құралатын бір әдемі де әсем той болған жатыр ағайын. Ол той жаңа ғана өздеріңіздің берген әдемі ақ баталарыңызбен дүбірлі тойдың төрінен орын теуіп жатқан қадірлі ағайындар, бірі қыран, бірі аппақ қайыңдай, жүріңдерші жұптарың бір жазылмай отбасына шаттық бақыт тілейміз еркелеңдер, көлдің аққу қазындай десек, аққу мен қаздай жарасқан қадірлі ағайын тойдың төріндегі бүгінгі отау құрып жатқан Ақжол баламызбен Гүлжаз келініміздің шаңырағы құтты болсын деген ағайын. Мына дастарханды бір қошеметпен ашып бір жариялап қояйық. Той құтты болсын. Осы той болады дегенді естіп, сонау Арқа мен Атыраудың ортасындағы кең жайылып жатқан қазақтың даласынан қадірлі ағайындар Ақтөбе қаласына екі аяқты ақ қылып екі қолды қамшы қылып бүгінгі той өтіп жатқан Намаз мейрамханасының төріне, той болған Сайын Қожинер әулетінің төріне қош келдіңіздер. Ендеше орта болсын қадірлі ағайындар. Жалғыз ағаш орман болмайды, жалғыз кірпіш орман болмайды десе, осы әулетке дос, жекжат, бауыр, ағайын, туыс, дос екендеріңізді ұқтырып, қошеметті мақтырып, бүгінгі келіп жатқан баламыз бен келінімізге деген құрметтеріңізді білдіріп жатырсыздар. Олай болса орта қалсын ағайын, жақсылап демалып, тынысымызды кең алып, кең жайылған әдемі дастархан, осы дастарханда қойылған керемет дәмді астар, ендеше астар дәмнен жақсылап алып ішіп, жеп отырайық қадірлі ағайындар. Астарыңыз дәмді болсын дегіміз келеді. Бір үйдің баласындай, бес саусақтың саласындай, жұмылған жұдырық секілді қадірлі ағайындар бүгінгі дүбірлі тойды жақсылап өткеруге атсалысып отырайық. Орталарыңыз тола берсін, астарыңыз дәмді болсын ағайын. Енді мен ортаға үлкен құрметпен дүбірлетіп той қылып, әуелетіп ән салдырып, ат шаптырмаса да алыс жақындағы ағайынның басын қосып, осындай керемет хан сарайындай мейрамханада заманның осындай бір тұсына қарамай, мынау Ақжол баласы мен Гүлжаздай келіннің отау құрып жатқан құрметіне барлық ағайынның басын қосып жатқан бүгінгі дүбірлі тойдың иелері ортаға біріңізге дос, біріңізге бауыр болған үлкен құрметпен Темірбай ағамыз бен Әбилә апайымызды бір қошеметпен ортаға шақырайық қадірлі ағайын. Той құтты болсын. Қадірлі той иелері, бүгін сіздер үшін ерекше шаттанатын, ерекше мақтанатын, ерекше бір қуанатын, сондай бір керемет қайталанбайтын сәт. Сондықтан осы бір қуанышты тойларыңыз керемет әдемі басталып жатқан, жалғасын таба берсін. Демек біз ал енді әдемі Ақтілек тойының бастауы, мына келген ағайынға, туысқа қош келдің деген әдемі Ақтілекті өздеріңіз жолдасаңыздар. Мархабат. Бүгіннен бастап мен сөйлейтін боламын. Ал құрметті менің осы аса мәртебелі біздің тойымызды құттықтауға ниеттеніп келген қонақтарым, өте қуаныштымын. Міне бір қазіргі жағдайға байланысты 25 адам жаңағыда келіп тұр далада, кіре алмай тұр жағдайға байланысты. Орындары дайын, енді кіре жатар. Тағы бір айтатыным бар, Мейрамбек өзімнің оқытқан оқушым еді, содан да микрофонды алып алдым. Біз негізінде қыс айында мына келінімді мен осы Мирас ресторанының тағы бір үлкен залы бар, 300 адамдық тойға заказ беріп, келінімді екінші этаждан әдемілеп артистер сияқты түсіріп аламын деп пландап едім. Менің орнымды біреу, мен пысықпын деп жүрсем, менен де пысық бар екен, сатып алып кетіпті. Айтпасқа болмайды, балдарым айтпайды деп айтып жатырмын.
соңына дейін тағы ұмытып қалуы мүмкін. Сол осы орын енді бізге бұйырды. Әлі тойымыз көп. Бұйырса Гүлжаз келінімді самолетпен аспаннан түсіретін той жасаймын. Ал тойды жақсы өткізіңдер. Барекелді, рахмет. Темірбай ағамыз, Әбіл апай. Ағайынның айтқаны келсін, Алла тілеулеріңізді берсін. Мынау жаңағы сіз айтып жатқан самолетпен түсетін той болсын. Сол тойға асаба болып қайтадан бермек келсін деп жатырмын. Құтты болсын, оң болсын, барекелді. Қуаныштарыңыз. Ал енді той төрі жайғасып жақсылап. Астан дәмнен алыңыздар. Қадірлі ағайындар, бүгінгі той, ерекше той. Мынау Мәшһүр Жүсіп атамыз айтқандай, Шәкәрім атамыз айтқандай, бұл ән басқа әннен өзгерек десе, бұл той басқа тойдан өзгерек. Неге десеңіздер, кешегі қарттар салып кеткен қағидалы жолдан аттамай, мынау қазақтың қасиетті жолымен, мынау әдемі адал дастархан жайып алдарыңызға, ақтан ас құйып, алдарыңызға қазақтың киелі асы, атадан балаға мирас болған киелі ас, мынау еттен бастап, бастамақтан бастап тартып, бүгін мінекей осындай бір арқа жарқа тойдың куәсі болып жатырмыз. Ендеше емін еркін отырып астан дәмнен жақсылап алып ішіп жеп отырайық. Той қуанышымыз құтты болсын. Енді әрі қарай осы тойды әдемі ақ тілекпен ашайық. Қадірменді ағайын, той иелерінің қош келдің деген әдемі ниетін, ықыласын, тілегін тыңдадыңыздар. Олай болса мен ортаға ақылдының әр сөзін асылдаған, тілегін ел халқынан жасырмаған, қазақтың қай уақытта дастарханы, үлкендердің тілегінсіз ашылмаған, оның ішінде бүгінгі той нағашылардың тілегінсіз ашылмаған десе үлкен құрметпен мен ортаға есімдерін атамай-ақ, осы тойға қадірлі ағайындар шашу алып шаттанып, той болып жатыр деп жиеннің аулында мақтанып келген нағашылар қауымын бір қошеметпен ортаға шақырғым келіп тұр. Бүгінгі тойдың алғашқы ақ тілегі қадірлі нағашылар өздеріңізде. Ендеше нағашыларға бір қошемет болсын ағайын. Той төрінде нағашылар қауымы. Бәріміз билейікші, билемесек билемейікші. Ал енді қош келдіңіздер, той құтты болсын. Би әлі алда. Бүгінгі жиеннің ауылындағы түсіп жатқан ол тойға қош келдіңіздер. Сонымен әдемі ақ тілек өздеріңіздер. Ал бастайық. Ал құрметті тойшы қауым, ағайын, Темірбай ағайға бұндай тойларың құтты болсын, көптен күткен той. Ақылдың оң болсын, тойдың тойласын, бар жақсы болсын. Осындай дастархандарын сен тойға қуанышқа жайылсын, балдар бақытты болсын. Темірбай ағай, тойларыңыз құтты болсын, көптен күткен тойларың. Ақтүйенің қанында бар, бүгін Ақжолың бақытты болсын, Гүлжазы көбіне болсын. Бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, сендерге жақсы инновативті келін болсын. Қызықтарын көре беріңдер. Дастархандарың осындай тойға жайсын, тойдан тойға ұласа берсін тойларың. Барлық жақсылық тілеймін саған. Құтты болсын тойларың. Ал, тойшы қауым, той бәрімізге де құтты болсын. Апа жекте ақ жолдың жолға қашында ақ болсын. Той құтты болсын. Қоса бақсын. Тойға жүрген алған қауым барлығында да той құтты болсын. Ұзағынан болсын, бақытты болсын дейді олар. Құрметті Әдия, Темірбай, апа тойларыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын, құрметіме көп рахмет. Мерейлеріңіз үлкен болсын, балдарың бақытты болсын, ақ жол тілеймін. Әр уақытта жолы ашық болсын, келіннің өзіне сүйкімді, әдемі, жақсы келін болсын. Алға тек қана барлық тілекті қабыл етсін.
құрметті қойшы қауым, өте жақсы күн. Кешеден бері, бір 20 шақты күннен бері, қабағырдан бері жақсы күн бар. Тос дегенде айтқан кезде адамның бір тойда отырғанын білдіріп өтпейсің. Жаңғы. Бұл той ғой. Бұл кісілердің жаңғы сұлы. Бүт өтешімде қызмек айтқандай жаңағы. Бүгін кімнің көйлегі қанша тұрады деп жаңағы. Еркесін маған деп. Соңында ол емес қой. Қатты жаңалық болса, армын асфальт салады деп жаңағы. Мен қалап айтады. Сондықтан той бұл кісінің екеуінің жаңғыз баласының тойы. Ақжалдың тойы болғаннан кейін бүгін дұрыс той әдемі карантиннің кезінде болып тұр. Ол самолет тошын қонат еді. Самолеттен бедірек осыға қонат еді. Мен қайнапым қондырат едім жерге. Сондықтан мынау енді тәке Мағамбет апа бүгінгі той құтты болсын. Балдарың бақытты болсын. Өздерінде бір ойлаған балам сондай болса деген бір арман болады. Сол арман орындалсын. Сондай әдемі семья болсын. Ол мен болатынына мен үмітім. Болсын солай. Құтты болсын. Тәкенің құмаларына бәріне тосын айтамын. Бір Тайманың мысалға біріншісі уже қасына келіншек алып, уже қонаққа барғанда екеу болып жатыр. Оның өзі жақсы емес пе? Сондықтан тойларың құтты болсын. Бәрімізге де тек жақсылық тілеймін. Тойға ұласа берсін. Тәкенде әлде де той бар. Осы той енді бір жақсы үргінде өтетін той еді енді. Карантин деген бәле, індет бәле болып соңға мешеге етіп тұр. Негізі қорлары бар бұлардың енді. Мен білем ғой соң сағаларында. Жинап жүрген қорлары бар. Сондықтан құтты болсын. Тек жарқындап осы тойға, мен осы кіргелі тойға көңілдімін. Өйткені бұл қайталанбас күн ғой Ақжол үшін. Ақжол үшін, келін үшін қайталанбас күн. Сондықтан үйдегі шаруаны ойлап, мынау керек емес. Бүгін Ақжол мен келініміздің тойы. Темірбай мен Әминнің тойы. Сондықтан бұл тойы жақсылап өткізейік. Балдар бақытты болсын. Өзіміз ойлағандай әдемі семья болсын. Солармен тілектеспін. Ал құрметті ағалайық, бүгін ұлы той тілеу әулетіне жаңадан келгелі жатыр. Құтты болсын. Барлық әйтеуір осы биік шаңырақта айтылған тілектердің бәрі қабыл болсын деймін. Дастархандары әрқашанда молшылыққа жайылсын, екі жас бақытты болсын, үйінен ешқашанда қонақ кетпесін, несібе кетпесін, береке, мереке тілеймін. Ал апа жезде сіздерге жағынан болсын той. Жайылып үрлі шүбірлі болып, екеуіңіз осы немерелердің ортасында қайаққа бір-бірін тартып етектерінен көтеріп, аяқтарына оратылып жүре берсін. Ұрпақтан ұрпаққа жететін ұзақ үлкен ұрпақ болсын деймін. Ал құтты болсын. Мына жерде келінімізге алтын сақина бар, соны тағып жүрейін. Өмір дегеннің өзі әртүрлі қиқа-сиқа жол ғой. Өмір дегеннің өзі тақтай емес қой, әнте. Ондай да. Өмір дегеннің өзі тақтай емес. Тақтай бітудің сол сияқты менің өмірім сіз білесіз. Сонда да сондай өмір сүріп көрген кезде болады. Енді өмірдің осыда күшкейді, біз айтсақ ұзақ кетеді. Это жизнь такая. Просто бір соны тоқтап. Өмір деген қиын нәрсе. Әртүрлі нәрсесінің соқпақтарымен келеді. Сол сияқты бүгін ризамын. Ертең менің жақсы соқ өткен бір қайнағам бар еді. Сіздің досыңыз. Соның бұның да жаңағы өлімінен бар. Ертеңнен бастап соған дайындаламыз. Жолдас екеу алмай келсек микрофон бермейтін кешіріңіздер. Енді мына жерде мен Ақжолдың коллективін айтпасқа болмайды. Ішінде өзім мен әріптестерім жақсы танитын отыр. Ал бүгін енді ардақ бастап келген, енді Арай бастап келіп жатыр мына жерде. Ал Арай
екі жақты қуаныштар ұзағынан болсын, қуанышты болсын, әдемі қыздарыңыз көп болсын, әдемі ұлдарыңыз көп болсын. Иә, тек жан-жаққа шығармай бір-біріне бере беріңдер осылай. Той тойлап жүре беріңіздер. Ал апа сізде құдағайлар бәріңізге мына тойларыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Мінекей апа көптен күткен қуанышыңызға жетіп, мінекей төбеңіз көкке жетіп жатыр, ұзағынан болсын. Жездеміз екеуіңіз осы қызыққа тоймен Ақжол мен Гүлжазның қызығын көріп, балдарыңыздың барлық балдарыңыздың қызығын көріп жүре беріңіздер қостасып. Ақжолдың келіншегін негізі кешегде мен алып келем деп, оған енді өзім келесі жерде тойым бар, балам үйленейін деп жатыр. Барыңдар қалдым, енді ренжімейсіздер бәрісі. Ал Ақжол өмірге аттаған қадамың құтты болсын, Гүлжаз екеуің бақытты болыңдар, екі жаққа бірдей болыңдар, ата-аналарын сыйлаңдар, достарыңа сыйлы болыңдар. Екеуің қостасып, өмір бақи бірге жүріп, бір жастықта бастарын қартайсыңдар. Ал апа осы балаларыңыздың қызығына тоймен немере шөбере шөпшек сүйіп, Ақжалықты ана ақсақалда ата болып, балалардың қызығына тоймен біз сіздердің тойларыңызға, жақсылықтарыңызға келе берейік. Барлығы ұзағынан болсын, құтты болсын, балдар бақытты болсын. Ал құрметті тойшы қауым, бәріңізге той құтты болсын. Үндемеген жаман екен, келініме күйеу балам алдыма түсіп кетті. Қайнапам тұр ғой деп айтпайды алыстан екен. Ұят болды. Ал мына құтты болсын тойларың. Екі балам бақытты болсын, дастарханымызда қуанышқа тойға жайылсын. Тек тойға деп берейік, жан-жағың аман, дендерің сау болсын, балдарың бақытты болсын, қонысың жайлы болсын. Сендерде той көп әйтеуір, тойлай берейік. Сол Ақжол, Гүлжаз, қол ұстасып бірге аттаған адамдарың құтты болсын, бақытты болыңдар. Рахмет нағашылар. Сонау алыстан, Мазойдан, Айшуақтан келіп, сөйлемей кеттім деп ренжіп қалатын нағашылар болмасын. Сондықтан мына бүгін арнайылап сіздерге тілек беріліп жатыр. Шалқардан келген нағашылар бар шығар. Сондықтан баракелді рахмет. Сөйледіңіз ғой, көпке реніш болмасын. Анау менің алдыма түсті, мен соңына қалып қойдым деген сияқты. Ал енді той құтты болсын, келіңіздер той иелері. Мінекей нағашылардың ортасына келіп тұрайық, жақсылап, әдемі суреттеп